Ораза ұстайтын құс. Жер бетіндегі әрбір жаратылыстың тереңіне үңілсек, қызықты, таң қаларлық фактілерге кездесіп жатамыз. Солардың ішінде жұмбақ жаратылыстың бірі құс екенін ешкім жоққа шығара алмас. Әрбір тіршілік иесінің өз миссиясы, міндеті барын ескерсек, жыбырлаған жәндікке де бей-жай қарауға болмайтынын ұғасыз. Құстардың арасында ең ақылды саналатын түрі қарға екенін көпшілік біле бермейді. Қарға туралы неше түрлі аңыз, әфсаналар бар. Көнеден жеткен сол аңыздар мен бүгінгі ғалымдардың деректерін жинақтай отырып, осы бір құс туралы әңгіме өрбіткенді жөн санадық. Қасиетті Құран кәрімде қарға туралы аз айтылмайды. Жер бетіндегі ең алғаш қылмысты жасап, өз бауыры Абылды өлтірген Қабылға адам денесін көмуді осы қарға үйреткен деседі. Қасиетті Қағба тасына қаскөйлер шабуыл жасағанда, аспанды қара бұлттай қарғалар басқан делінеді аңыз әңгімелерде. Олар әуеден қара тасты қарша боратып, Қағбаны қиратпақшы болған әскерді тып-типыл қылған. Сөйтіп қасиетті тасты аман алып қалған. Қарғаны ежелден өз тотемі ретінде пайдаланған ру тайпалар да жетерлік. Қазіргі Африка мен Оңтүстік Америка жерін мекендеген халықтар өз тотемі ретінде осы құсты таңдапты. Тарихшылар жазған мәліметке сенсек, Үйсін күнбиінің баласын қасқыр емізіп асыраған болса, оған етті қарға тасып беріп отырған екен. Видео ұнаса арнама тіркеліп, өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.